Гуманитарлық педагогикалық институтының 2025 жылғы түлектері үшін 1 шілде өмірлеріндегі ең қуанышты әрі толқынысқа толы күндердің бірі болды. Студенттік жылдарды артқа қалдырып, үлкен өмірге қадам басқан 420 түлекке диплом салтанатты түрде табысталды. Салтанатты шара студенттер сарайында өтті. Ине шаншары орын болмаған сарайда түлектердің ата-аналары, ұстаздары, туыстары мен достары, оқу ордасының түлегі атанған жастардың қуанышымен бөлісуге келді. Сахнада бірінен соң бірі диплом алған жастар, 4 жылдық білім мен табандылықтың жемісін көріп тұрған жандар. Солардың бірі Айдана Жалғас. Ол қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша президенттік шәкіртақы иегері атанып, университетті қызыл дипломмен тәмамдады. Мен үшін бүгінгі күн өте маңызды. Біз 4 жыл оқыған біліміміздің жемісін көріп, бүгін диплом алғалы жатырмыз. Осы кезге дейінгі оқытқан барлық ұстаздарымызға алғыс білдіреміз. Барлық оқытушы профессорлар осы кезге дейінгі бізге сіңірген еңбектеріңізге көп рахмет. Осы қара шаңырақтан алған білімімізге біз дән ризамыз және оны болашақ өмірімізде түгелдей қолданамыз. Және осы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау мамандығында оқи отырып, болашақта өзіміз секілді білікті де білімді, сіздер секілді үлгілі профессор оқытушыларды дайындап Қазақстанның дамуына үлес қосатынымызға сенімдіміз. Барлық топтағы студенттерге, менімен бірге оқыған барлық жастарға сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта өмірлеріңіз тек жарқын болсын, биік белестерді бірге бағындырайық, тек биік шыңдардан көріне берейік. Түлектердің ішінде өз арманын арғалап шыққандар да жетерлік. Жақсыгүл Оразалиева бала кезден журналист болуды армандаған жан. Арманын ақиқатқа айналдырған ол университет қабырғасында 4 жыл білім алып, оқу мен жұмыста қатар алып жүрді. Тележурналистика саласының қыр-сырын меңгеруге мүмкіндік берген ұстаздары мен тәлімгерлік танытқан Қоғам ТВ ұжымына алғысы шексіз. Мен осы Қорқыт Ата Қызылорда университетінде 4 жыл оқып, түлегі атанудамын. Қазіргі қобалжу сәттемін. Бүгінгі университетіме алғыс айтамын. Және де апайынларым мен ағайларыма үлкен алғысымды шексіз. Аягөз Әбдіразақова, Оразова Асыл, апайларыма шын көңілден рахметімді айтамын осы мамандыққа баулығанына. Және де сіздерде тәжірибелік, өндірістік тәжірибеде болғанына өте қатты қуаныштымын. Журналистиканы тәмамдаған Жақсыгүл бүгінде сюжет жазудың қыр-сырын меңгеріп, жаңалықты оқырманға әсерлі әрі сауатты жеткізуі жолында аянбай еңбек етті. Оның айтуынша, тілші тек ақпарат таратушы ғана емес, қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеруші де болуы тиіс. Алдағы уақытта қазіргі жұмыс істеп жатқан жерімнен политик болу, болмаса Қазмедиада ең атақты дикторлардың бірі, немесе атақты журналистер, тілшілер бағдарлама жүргізуші болуды армандаймын. Салтанатты жиынның әсерлі сәттерінің бірі Жанат Сүйбаеваның қуанышы болды. Бүгін ол өзінің тұңғышын үлкен өмірге шығарып салды. Айта кетерлігі, Жанат ханым да осы білім ордасының түлегі. Менің қызым Әскербек Айнелі осы Қорқыттың орыс тілі әдебиет пәні мұғалімінің мамандық иесі болып жатыр. Кеше ғана кішкене қыз болып кіріп еді, қазір білім алып шығып жатыр. Қорқыт Ата университетіне өте ризамыз. Балам да осында оқиды, өзім де осы универді бітірген, универдің түлегімін. Алғысым шексіз, ұстаздары өте мықты, керемет. Құтты болсын барлығымызға. Рахмет. Университет ректоры, басқарма төрағасы Бейбіткүл Кәрімова салтанатты шарада сөз сөйлеп, түлектерге жылы лебізін білдірді. Ол түлектерді еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуға, ел дамуына өз үлестерін қосуға шақырды. Бітіруші түлектеріміз 88 жылдық тарихы бар. Жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру қызметінде өзіндік дәстүрі қалыптасқан республикалық халықаралық білім кеңістігінде кеңінен танылған білім мен ғылымның мәдениет пен өнердің қара шаңырағы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде сапалы білім, саналы тәрбие алып, үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Университет әлемдегі үздік университеттер қатарына кіріп отырғанына куәсіздер. Бұған себеп осы біздің білімді студенттеріміздің арқасы. Әлемдік US рейтингісі, Times Higher Education рейтингісі,
US Green Metrics рейтингісіне осы университетіміздің соңғы енуі осы міне бүгінгі бітіріп отырған түлектер сіздердің арқаларыңызда ғана және сіздерге білім беріп отырған оқытушы профессорлар құрамының арқасында мүмкін болып отыр. Соңғы 5 жылда университет қабырғасынан 12 мыңнан аса маман түлеп ұшқан. Бұл көрсеткіш оқу орнының өңірдегі білім мен ғылымның жетекші орталығына айналғанын көрсетеді. Олжас Дәуіт, Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.